Ассалаумағалейкум, армағазақ арнамызға қош келдіңіз. 1 сәуірден бастап Қазақстанда не өзгереді? Биыл сәуір ұзақ демалыссыз өтеді. Ай ішінде мемлекеттік мекемелердің мерекелерде жоқ, сондықтан демалыс тек қана жексенбі және сенбі күндеріне тура келеді. Елімізде 1 сәуірден бастап бірқатар өзгерістер күшіне енеді. Бақ.кз тілшісі негізгі жаңалықтарды шолу жасады. Сәуірде неше күн демаламыз? Сәуір айында 5 күндік жұмыс істейтіндер қазақстандықтар 8 күн демалады. Биыл сәуір айында ұзақ демалыссыз өтеді. Ай ішінде мемлекеттік мерекелер жоқ, сондықтан демалыс күндер тек жексенбі және сенбі күндеріне тура келеді. 5 күндік жұмыс аптасына 8 күн демалатындар 8 күн, 22 күн жұмыс. 6 күндік жұмыс істейтіндерге 4 күн демалыс және 26 күн жұмыс. Сәуір айында атау күндері. Сәуір айында қазақстандықтар бірқатар кәсіби және халықаралық даталарды атап өтеді. 5 сәуір Қазақстанның көші-қон қызметтер күні. 7 сәуір дүниежүзілік денсаулық сақтау мемлекеттік және көрсету салаларының қызметкерлерінің күні. Сәрсенбінің 1 жексенбісі геологтар күні. 12 сәуір ғалым қызметкерлер күні, сондай-ақ авиация және ғарышкерлер күні. 15 сәуір ғашықтар күні, қозы көрпеш баян сұлу. 18 және 16 сәуір тұрғын үй коммуналдық шаруалары. 2026 жылы 21 сәуір мемлекеттік күзет қызметкерлер күні. 22 сәуір халықаралық жер күні. 23 сәуір ұлттық кітап күні деп белгіленген. Салық мөлшері көліктің қозғалтқыш көлеміне байланысты есептеледі. 2025 жылы айлық есептік көрсеткіш бойынша 3692 теңге енгізілді. Айта кетейік, 2026 жылдан бастап 10-20 жылдық көліктерге 0,7, 20-дан асқан көліктерге 0,5 төмендету коэффициенті қолданылады. Бұл өзгеріс 2027 жылы төленетін салыққа қатысты болады. Салық рақымдауының аяқталады. Яғни кәсіпкерлер үшін салықтың рақымдаушылық мерзімі тек 1 сәуірде аяқталады. Осы уақытқа дейін негізгі қарыздың өтеген жағдайда өсімпұлдардың айыппұлдары кешіріледі. Мерзім өткен соң толық сомасы өндіріліп алынады. Еске салып, есептетерлік тоқтатайық. 26 наурыздан бастап СЕУС жүйесі бірқатар декларациялық қабылданбалар қабылдайды. Олардың қатарында жеке табыстың салығы, қ.қ.с, акциз және де жеңілдетілген декларациялары бар. 2 сәуірден бастап тағы бірқатар нысандар қабылданатын алады. Сондай-ақ жаңа жүйеге көшу қажет. 1 сәуірден бастап жанармай мен коммуналдық қызметтер тарифтерінің өлшеміне қойылған мораторий аяқталады. Бұл шектеу 2025 жылы 1 қазаннан бастап енгізілетіні белгілі болды. Ол бензин, АИ-92 дизель отыны және коммуналдық қызметкерлердің бағасы күрт қымбаттап кетуіне жол бермеу мақсатында қабылданған. Үкімет 2026 жылы 2 тоқсаннан бастап тарифтерді өзгертуге, теңгертуге күтуде. Сонымен қоса, мобильді аударымдар байқалуына алысты банктер 2026 жылы 1 тоқсаны бойынша мобильді аударымдар туралы мәліметтерді 15 сәуірге дейін салық органдарына тапсырды. Бақылауға барлық аудандар емес, тек мына шарттар орындалған жағдайда үлгереді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.